Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі өте ерекше, жұп-жұмсақ, керемет болып шығатын нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде подписация батырмасын басып, тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен жылы суға тұз, қант және де ашытқымызды салып жақсылап араластырамыз. Содан соң құрғақ ыдысымызға міндетті түрде еліктен өткізілген ұнды саламыз. Содан соң жаңағы дайындап алған сұйықтықты саламыз. Қанты мен тұзы жақсылап ергеннен соң осы ұнның үстіне құйып жұп-жұмсақ етіп қамыр илеп шығамыз. Және де бір шай қасықтай сұйық май немесе зәйтүн майын құйсаңыздар да жақсы болады. Осылайша бізде жұп-жұмсақ, кішкене қолға жабысатын қамыр шығады. Қамырымыз қатты тығыз болып қалмауы қажет, жұп-жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте біз бетіне жағатын қоспаларын дайындаймыз. Бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Содан соң чеснок қажет болады. Чеснокты көбірек болған ұнатсаңыз, қалауыңызша көп қоссаңыздар да болады. Мен мұнда 2-3 дана қолдандым. Соны жақсылап турап немесе үкіштің көмегімен өткізіп аламыз. Содан соң қалауыңызша укроп қосамыз. Укропты да ұнатсаңыз, көбірек қоссаңыз да өте керемет дәмді болып шығады. Барлық қоспаларымызды турап алғаннан соң, жаңағы сары майдың үстіне салып, дәміне қарай паприка, қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Неге қыздар, біздің қамырымыз дайын болды. Осы дайын болған қамырымызды форманың үстіне пергамент қағазын төсеп, теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Таразының көмегімен бөлсеңіз немесе көз мөлшерімен бөлсеңіз де болады, және де қолымыздың көмегімен осылай кішкене сопақша етіп жайып аламыз. Дайын болған қамырдың үстінен жаңағы сары майлы массамызды жағып шығамыз. Осылайша барлық жеріне жеткілікті етіп, қолыңыздың немесе вилканың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Ең соңынан нанның үстінен ірімшік сеуіп шығатын боламыз, және де міндетті түрде алдын ала қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Қатты қызартудың қажеті жоқ, ол кезде шеттері кішкене қатып қалады. Мен мұнда кішкене ұзағырақ ұстап қалдым, соның өзінде де жұп-жұмсақ керемет болып шықты. Сол үшін де қатты ұзақ ұстамай пісіреміз, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі де, иісі де өте керемет болып шығады. Сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Және де кез келген тағаммен, әсіресе сорпа тағамдармен ұсынсаңыз да тәбетіңізді ашып, иісі де дәмі де керемет болып тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, каналымды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, және де тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға, қолдауларыңызға көп-көп рахмет.